Dostlar ашпай жатыр ғой. Дала деген. Тасқараңғы. Сәлем достар. Біз қанша күн болды я уже видео түсірмегенімізге. Біз Аслым екеуміз магазинге барамыз. Сіздерге көрсетіп қойын деп отырмын. Алихан мен Аслымды түрін ұмытып қалған жоқсыздар ма? Алихан мен Аслымның. Біз магазинге барамыз. Алихан ұйықтап қалмады. Басқалардың видеосындағыдай ұйықтап мамалар далада қалып кетіп жүр ғой. Аслым екеуміз сөйтпей, естің ба? Ұйықтап қалмай, басқан кезде аш. Жүр, Аслым. Аслым магазинге барып, клубника, шоколаде жегісі келді. Мама, клубника, шоколаде жасайық деді соны. Аз магазинде клубника бар ма, жоқ па көреміз. Өзімде жегім келіп кетті, анандай заказ берсең. Доставкасымен қымбатқа түседі, сонымен өзіміз барып алып істеп көрейік деп отырмын. Не дейсің, Аслым? Онда лимонадный клубника бар ғой, грамотта. Сол грамотқа барамыз ғой қазір. Дала күшті болып тұр ғой. Таза ауаны қар жауа алмай жатқан сияқты. Ызғар бар кәдімгідей. Мен де үйден шыққан соң жаурап жатырмын. В общем, достар, клубника жоқ екен ғой. Клубника болғанда анандай күшті нелер бар екен. Сосын ала кеттік. Енді әшейін заказ беру керек. Достар, біз в общем 3 магазинге бардық. Клубника жоқ екен, әлі магазиндерге келмей жатыр екен. Сонымен айранымызды алып қайттық қой. Заказ беріп алдыра салам ау деймін. Үйге әкеп беретін қып. Дала деген аяз болып тұр ғой кәдімгідей. Мына қыз бұрт үйіп келе жатыр. Клубника алмадық деп, клубника жоқ қой енді айтып жатырмын ғой. Ертең заказ берем, үйде жасаймыз. Магазин ешқайсында жоқ қой, жаңа естідің ғой, Аслым. Жоқ, мен магазинде жоқ қой. Бар болса алатын едім ғой жаңа. Жаурадың ба? Қарсы положить десек. Достар, ашпай жатыр ғой. Дала деген. Тасқараңғы уже. Суығына бай. Достар, 3-ші рет басып жатырмын. Әлі алмай жатыр. Білмеймін ол, ұйықтама деп айттық қой жаңа. Қатты қалдым. Жүр, ана үйдің артынан барып көрейікші. Свет жанып тұр ма, жанып тұрған жоқ па? Соны айтып жатырмын ғой, мен де қатып қалдым. Жаман аяз болып тұр. Сабақтан шаршап келген еді үшін. Свет өшіп тұр ғой, Аслым. Ұйықтап қалған ба? Достар, ана 2-ші этажда тұрамыз ғой, біз ұйықтап қалған ғой. Жоқ қой, светін қарасай.
Аслым. Свет жоқ қой, мә. Жүрші. Да көршіге ма басар. Алса болар етші ма. Я свет өшік тұр ғой. Мұхаммедтеге ұғаған ғой үйде. Мен кілтті де апшақ болып қойды. Қолым қатып қалды. Ашса болар еді. Даланың суығы білініп тұрмайды достар. Деген суық болып тұр. Жаурадың ба? Достар, мына қашан ашады? Әттең алдында емес айқайлайын десем. Артынан айқайласам ана орыс арқалар деп орысып шығады. Біз достар тұрғанымызға әлі 15 минут болды. Әлі тұрмыз. Тағы да басайыншы. Қолым қатып қалды. Білмеймін. Алиш? Ұйықтап атсың ба? Неге ашпайсың? Неге ашпайсың? Қатты бас ашылған жоқ әлі. Қатты бас. Ашылды енді ма? Ашылды. Жоқ, ашпағым деген. Қатып қалдық қой. Не, ашпай атсың. Не есікті қатып қалдық қой. Ұйықтадың ба? Светін бәрін өшіріп қойдың. Бағанаған айтып кеткенем ғой, ұйықтама деп. Адамды жауратып. Магазинде еще клубника жоқ екен. Ертең ананда емен заказ беріп алдырамыз. Адам біз жаурап. Еще үйдің артынан барып көріп келдік. Анеға апарып қойшы. Сағат. Достар, үйге мән бермеңіздер. Үйге обой жабыстырып ремонт жасағанбыз. Мұхаммед, есікті аш деп айтпайсың ба сен? Есікті аш деп Алиханға айтпайсың ба? Или бұл телефонға кіріп кеткен ғой, Телефон көріп, тәтем. Ұрма. Сөйтіп жатқан ғой бұл. Адамды жауратып. Ұйқың келді ма? Ұйқың келді ма? В общем, достар, біз үйге аман-есен кірдік. Бұдан кейін өзімізбен кілт алып жүретін болды. Сау болыңыздар.